Қайырлы күн достар. Бүгін банан қосып дайындалған әрі пайдалы, әрі жеңіл кекс дайындайтын боламыз. Әуелі бананды езіп, массаға айналдырамыз. Үстінен сұлы жармасын салып араластырамыз. 2 жұмыртқаны қосамыз. Қозғап отырып, үстінен 200 мл сливки құямыз. Масса қоюланғанша араластырамыз. Пешке арналған ыдыста арнайы қалыптарға құйып шығамыз. Үстінен ретімен кептірілген жемістерді саламыз. Содан соң 200 градуста духовкада 30-35 минут пісіріп аламыз. Міне достар, өте керемет, ерекше дәмді, әрі пайдалы, қант, ұн қосылмаған кекс дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видеоны аяғына дейін көргендеріңізге рахмет. Каналыма жазылып, лайк қоюды, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше аман болыңыздар.